кедейліктен құтылу нүктесі. Мен алғаш бизнес бастаған кезде ақшаға өте немене болдым, үнемшіл болдым ақшаны. Өйткені мен жоқтан көтерілдім. Соны көрдім мен, жоқшылықтың не екенін, тойып тамақ жемеу, жаман киім киюдің не екенін көрдім. Енді мен халқымның сендердің сондай өмір сүргендерін қаламаймын. Одан шығудың тәсілі мынада. Бай адам байыған сайын байы түседі, кедей адам кедейленген сайын кедейлене түседі. Бұдан қазір ытқып шығу керек, кейін кеш болады. Кім примерно 100 мың теңге, 150 мың теңге ақша табады? Міне 100-150 мың теңге ақша табатын адамның мына табысын тек ішіп жегенге ғана кетеді. Солай ма? Қарғара инвестиция жасау деген жоқ. Мынау ішіп жегенге дейік, мына қара ішіп жегенге қарай кетеді. Келесі 500 мың теңге табыс табатын адам, 150 мың теңгесі ішіп жегеніне кетеді. Қалғанын не істейді? Қалған ақша жасайды. Қалған инвестиция жасайды. Ол этаппен кете береді, жарайды. 5 миллион теңге табатын адам дейік. Бұл егеті айталық. 500 мың теңгесін неменеге жұмсайды? Өмір сүруге жұмсайды да, көбейтеді да, 2 есе көбейтеді. Мынау да 2 есе көбейту. Мынау бидай, мынаны себеді. Мынаған көтерілу шансы өте аз. Келсесіздер ме? Да, мына ішкен жегенімен ғана осы жерде мәңгілік қалады 150 мың теңге адам. Шығу үшін не істеу керек? Шығу үшін бір 100 мың теңгеге күн көресің де, қалғаны инвестиция жасайсың. Мынаны егесің. Сол кезде ғана мына батпақтан ақырын былай қарай шығуға болады. Енді өз басымнан айтайын. Мен алғаш табыс таба бастаған кезде, әрбір тиын жұмсаған кезде менде мынандай ой болатын. Осы тиын маған тиын әкеле, үстіне ақша қосып әкеле ме? Егер ол шығын болатын болса, мен жұмсамайтын. Нан мен шай ғана. Алғаш табыс бастағанда, әйелің бар, бәрі туысқан табыс табысына айтады, давай телевизор алып жіберейік, холодильник алып жіберейік, туфли сатып алайық. Все. Мен тек қана содан ақшадан ақша жасауға тырыстым. Қазір де мен қымбат көлік міну, даже мен фабрикада 100 мың, 200 мың долларға станоктар сатып алып жүрген кезде, мен астыма ешқашан 100 мың доллардың мәшинесін мінген жоқпын, ешқашан мінбеймін де. Өткені айтам, мына мәшине маған ақша әкеле ме, жоқ, оған маған шығын әкеле ме? Мәшине маған шығын әкеледі. Оның налогын төлеуім керек, ол бензин жейді, да? Қашан мен оны просто былай ала салам, сол кезде ғана. Сондықтан сен әсіресе мынада жүрген адам, сендерде 2 ресурс бар. Біреуі ақша, екіншісі уақыт. Әрқайсыларың мынау кедейліктен құтылу нүктесі 1 миллион теңге. 1 миллионнан кейін ары қарай жеңіл болады. Кедейліктен құтылу нүктесі. Өздеріңе мынандай серт беріңдер. Кеше мен хостелде да айттым. Мына серт беріңдер. Қашан мен 1 миллион теңге ақша тапқанша, әрбір тиынымды жұмсар кезде бұл маған қосымша ақша әкеле ме, жоқ па деген сұрақпен ғана жұмсаймын. Туған туысқаным болсын, кім болсын, бол. Екіншісі, мен 7 сағат ұйықтаймын, күніне енді 3 рет тамақ ішкеніме 1 сағат кетеді, қалған уақытында пақайт етемін. Киноға бару, қонаққа бару, қыдыру мен үшін жоқ. 1 миллион ақша тапқан кезде, сол кезде мен міне өзіме рұқсат бере бастаймын. Арасында демалуға, арасында өзім бірдеңке алуға. Мен ана қолына iPhone ұстап адамдарды көрген кезде өз ақшасы жоқ, кредитке алмаңдар. Ең арзан телефон, ең өлместің күнін көру керек, тамақты ғана ішу керек. Мынаған жетіп алғаннан кейін уже кішкене өзіңе бірдеңке рұқсат бере бастайсың. Мысалы айталық, 1 қап бидай септің, менде 1 қап бидай болса, не істеуің керексің сенде? Содан талқан жасап бересің, бидай қуырып бересің де әйелің айтасың, әйелің болса айтасың. Өлмесең болды міне. Қалған не істейсің? Қалған егем. Еккеннен кейін 20-30 қап бидай алдың. 1 мәшине бидай алдың да. 1 мәшине бидай алғанда әйелің айтады, болмаса өзі айтады. Ой, балалар талқанмен әбден болды, давай бір ұн тартып жейікші. Онан кейін бір қант кәмпит алайық, балалар қант кәмпит жеген жоқ. 1 мешогын бересің де, айтасың, міне оның қаранан жейсің, ешқандай печенье, булочка, кәмпит деген жоқ. Қаранан. Қалған не істейсің? Бұнан бар ғой, давай. Жоқ, мұнан себем. Себесінде бір амбар, бір қора бидай жинайсың. Сол кезде кәмпит, қант, май ала бастайсың. Мынау қаранамен отырады. Онан кейін демала бастайсың аздап. Уже сен өзіңе телефон ала бастайсың басқа жол жоқ. Енді сендер өздеріңе бүйтіп серт беру керексіңдер. Мына деңгейге жеткенше мүлде мен ешқандай кино да көрмеймін, ештеңке қарамаймын, тек қана пақат етемін.
мына батпақтан шығу үшін, кедейшіліктен құтылу шығу үшін да, оған кейін әрбір тиынымды жатқан кезде мынау құрый ма, көбейе ме деген сұрақпен. Киім сатып алсаң көбейе ме? Құрыйды. Аяққа етік сатып алсаң құрыйды. iPhone сатып алсаң құрыйды. Қашан ол көбейеді? Не білімге, не кәсіпке салған кезде ғана көбейеді. Осы ақша келу керек. Жоқшылықтан көтерген адамның бәрі осындай. Оңген туысқаның жетіп келсе, мына жерге келдің. Саған туысқаның келеді, айтады: "Ой, айына 3 миллион, 4 миллион теңге тауып жатыр деп естідік. Сен телевизорың мынандай, үйің мынандай, көлігің мынандай. Берші бір 1 миллион теңге мен де бір неме жасайын" деп. Туысқаның ғой, досың ғой. Сен айтасың: "Жоқ." Неме дейсің? Сен оған берме, 1 мешок бидай бересің. Сен айтасың: "Мә, саған 1 мешок бидай, қарызға емес, просто подарить ету керек." Айтасың: "Бірақ мен былай істегем. Мынаның 1 шелегін аласың да, талқан қылып, о талқанды семьяңды кормить етесің, қалғанын егесің. Қалғанын егесің, мен өсіп көтерілгем, сен де өсіп көтерілесің." Ол айтады, өсек жібереді, туған туысқанына өзінше адам болып кетті, қайырымсыз, білен, ақша деген міне айына 5 миллион теңге тауып жатыр, 1 миллион 500 мың теңге сұрап едім, бермеді, қатыгез, ақшадан өлген деп айтады. Айта берсін. Айта берсін. Берсең 100 рет бересің, 101-ші рет жоқ десең, сенен жаман адам болмайды. Солай ғой өмірде. Айта берсін. Балық берме, қармақ бер. Өзің, мен өмір бойы осылай істеуге тырысып келе жатырмын. Ешкімге көмектеспеу керек, ақша бермеу керек.